Бәріне сәлем. Бүгінгі біздің подкаст бұл ұят емес. Біздің қонағымыз Әйгерім, өзінің таныстырып кетсе. Менің атым Әйгерім. Мен журналистика факультетінің бірінші курста оқимын. Өзім активистпін, волейбол ойнаймын. Бүгінгі біздің подкаст жыныстық тәрбие туралы болады. Өз ойыңды айтып кетсең, мүмкін. Мен ойымша жыныстық тәрбие керек. Себебі біздің жастарымыз және балалар қазір өте ерте өсіп жатыр. Оларға бәрі қызық. Үйрету керек мен ойымша. Мектеп кезде сендерде жыныстық тәрбие туралы нелер өтті ма? Жыныстық тәрбие туралы көбінесе ол ұят. Қоғамда ол айту ұят қой, по идее. Бірақ бірден бізге мектепке гинеколог келді. Сол бір сабақ болды. Сосын бізді актовый залға шақырды. Сол гинеколог жыныстық қатынас туралы кішкене айтты. Бірақ андай ол ұят, онымен не занимайтесь деген сөзбен айтты. Типа болмайды деген сияқты ма? Бізде де сондай болды. Бізде көбінесе гинекологтар деген жоқ, мұғалімдер отырады. Біздің классный руководителі де мектептегі кімдер болады ғой, медбикелер. Солар айтады, қыздар олармен жүрмеңдер, сөйлеспеңдер, примерно осындайға дейін жүретін. Кішкентай кезінде ойнайсың ғой, потом подросток кезінде уже балалар болады, бөлініп кетеді. Бізде сөйтіп бөлінетін. Сол кезде кейде тоже медбикелер келген кезде айтады, типа, осы қыздар жақсы, осы қыздар андай, олармен сөйлеспейді. Ал анау қыз, который соңғы партада олармен отыратын қыз, ол болмайды, олай жүруге болмайды. Себебі көбінесе сымға да сөйтіп айтатын. Бір түрлі негізінде бар ғой, жыныстық тәрбие туралы көбінесе айтпайды. Преувеличенно айта береді, как-то киіміне қарап, солай шешім қабылдайды почему-то. Бізде де ВИЧ-центрлар келеді, қызық, әрқашанда келеді. Бізге енді ұят деп уже ұялып тастаған ғой. Біз деген ұялып отырмыз ғана, сөйлей алмайсың, бір сөзді бір-біріне қосамай кетеді, соған адамдар келеді, типа, презентация көтеді, и презерватив тартады ғой, типа, сондай болған жоқ па? Бізде болған жоқ. Бізде болды. Бізге типа көрсеткен, что сондай бар, бұл контрацепция деп көрсеткен да. И біз соны көрген, соған көріп ұялып отырсың ғана, одан жыртып атады. Мұғалімдер сағап отырады ғой? Иә, еще мұғалімдер бүйтіп, серьезно отырады, типа, қазір бір жүгірасың, вообще, аттестаттан екі қойып беремін деген сияқты. Ужас болып отырасың. Иә, ондай қызық көп болды мектепте. Қатты ұяласың осы ой кезде. Бізде ондай болған жоқ мүлдем. Жай сөзбен айтты. Аулақ жүріңдер одан, анау деп, қатты көрсетпеді. Бізде де көрсетпеді. Бізде особо бүйтіп сөйлеспейді. Қыздар олармен жүрген, құдайым-ай, бұл туралы сөз соғазғаса, вообще Волан-де-Морт сияқты отырып айтпасын, келмейді деген сияқты отырып, примерно. Сондай, андай не болатын. Болады ғой, кейде қыздармен удар болады ғой. Сол кезде мен вообще есімде жоқ, қашан бізге менструация туралы айтты да, типа, біздендерде кім болады деген сияқты, месячный болады деген сияқты. Вообще қыздардан естіген сияқты, мен апайлардан вообще есімде жоқ. Мен мамамның айтқанында есімде жоқ, әйтеуір бірдеңеден естідім әйтеуір. Сол сияқты бүйтіп қорқасың ғой. Андай қыздар айтады да, мен ол кезде балам, маған білмеймін қанша 13-те келді ма, сондай келді. Мен түсінбеймін ғой. Просто бір күні ойнап жүрмін да, қыздармен, есімде бар, подругамен ойнап жатырмыз. Бір кезде что-то не так. Мен вообще байқаған жоқпын, қатты келген жоқ та. И мен сосын мамаға барып, мама мен Мен сондай болды ғой, мен миымда, бірақ мамаға айтам, просто мама, что-то не так деген соқ, немен кетесің да, мама деген, ладно, мама деген түсіндірді, типа, мынау прокладка, осын қолданасың дейді да. Шоксың ғой. Бұл не деген сияқты. Сен жыныстық тәрбие туралы қайдан естідің? Типа, достар, отбасы, мүмкін.
ең біріншіден интернет, конечно же. Көмекші болма. Жоқ, сен бірінші, даже интернетке келген кезде бірінші сөздер басталады ғой, типа. Фильмдан бірге отырасың ғой, мамамен бірге қарап, отырасың фильм қарап, сосын андай. Мамамен фильм басталады ғой, сосын көзін жұмды. Бізде де әлі сондай. Сосын енді ойлайсың ғой, бұл не деп, неге көзін жұму керек, неге бұл ұят деп. Сосын интернеттен іздеп бастадым. Человек-паук менде болған. Біріншіден Человек-паук кім аяғымен не істеп тұрады ғой? Момент па? Ну, типа, когда он вверх ногами, короче, стоит. Инженер сені. Я сол кезде мама деген. Мама отырады ғой, арқасында почему-то мама отырады. Басқа ешкім. Сен отырған кезде мама көзін жұм дейді. Отырасың жүн тұқсап. Потолокқа қарап дейді. Потолок кросс кекенде отырасың ғой. Не деген әдемі. Мама да түсінбей отырған сияқты ше үндемейді. Ұяласың ғой енді. Андай момент. Я, типа, бүйтіп, особо бүйтіп көрсетпейді ғой, типа, болмайды деген сияқты, еще қазақтарда да, типа, айтады ғой көбінесе, типа, қыз бен жігіт бір-бірін, типа, кәдімгідей сүйіп бара жатса бар ғой, кәдімгідей бір-біріне махаббатпен қараса, мынау дуа болған деп айтады ғой. Сол сияқты да, бізде какой-то махаббатты көрсету особо не емес сияқты. Популярный емес па, сондай ойлайсыз ба, әйтеуір күйеуің жақсы көрсең біртүрлі деген сияқты. Әртүрлі әртүрлі болады ғой. Просто кішкентай кезден бастап айтпағаны дұрыс емес, сол үшін подростковый кезде осындай проблемалар шығады менің ойымша. Иә. Қандай проблема? Енді болады ғой, жаңағыны айттық қой, фильм туралы. Сол кішкентай кезде бізге айтпайды ол туралы. Сен оны білмейсің, сен ата-анан, возможно, өзі де ұялады саған айтуға. Сол үшін екеуміз үндемей отырамыз. Просто как будто само собой келетін нәрсе сияқты, бірақ ол туралы айту керек менің ойымша. Иә. Бұл ең біріншіден қауіп қой, типа балалардың безопасности. Көбінесе балалар, типа, менің есімде, мен қазір детский садқа барған жоқпын, типа, детский садтан шығарып жеттің ба? Барған жоқпын мен соны детский садқа. Шығарған жоқ, просто не істеген жоқпын. И қазір естіген кезде, типа, балалар айтады, типа, сол неде, балабақшаға баратын балалар айтады, типа, сол кезде бастайсың деген сияқты, ұлдар мен қыздардың коммуникациясы, типа, бір-біріне мынау қыз деген сияқты, мен ұлмын деген сияқты түсінік пайда бола бастайды да, типа, айырмашылықтарын сондай сияқты. И сода менде ондай болған жоқ, білмеймін. Енді сен кішкентайсың ғой, қатты түсінбейсің, мне кажется. Мен ойымша ол 6-шы сыныпта или 7-ші сыныпта байқала басталады. А до этого как-то байқамайды. Я сол кезде примерно қыздарға юбкаң слишком қысқа деп айта бастайды ғой, сол 6-шы класста. Боянбаңдар деп, шашты жинаңдар деп, сол айта бастайды, сосын ойлайсың неге деп. Еще бізде болады, мен алдында оқығам, пубертат кезінде қыздардың бойы ертерек келеді да, қыздар өсіп кетеді да. Соған не туралы айтқан, ұлдар мен қыздар неге тұрады ғой? Қатарымен дене шынықтыруда. Сол кезде ұлдар бүйтіп кішкентай отырды, қыздар бүйтіп кетеді дейді ғой. Ондай болады, бізде де болған. Бірақ мен ең ұзын болған жоқпын, шын мәнінде. Бірақ біртүрлі негізінде бар, қатарынан тұрасың да, ең кішкентай сен жанында тұрады, бірақ при этом ең кішкентай, ең веселый да, күліп отырасың ана жақта. Бізде олар всегда кішкентай болған, типа, қыздардан всегда кіші болған, почему-то. Ну, көбінесе ол, типа, олардың гормон, типа, кешірек түсе ма? Сосын после карантина келдік қой, 9-шы сыныпта олар дәу, біз осы қараймыз осылай. Кім деп? Ну, то еще біздің класс бар деген сияқты. Онда еще приколдар болды. Біртүрлі, бірақ сенің классың, сенің отбасың сияқты да, типа, арасында, типа, мынау ұнайды, мынау ұнамайды деген сияқты жоқта, бірақ басқа класс, вот, типа, сен А болсаң, Б классында біреу болса, соны танымайсың кім екенін, әйтеуір соған қыздар сөйтіп отырады, типа, всегда почему-то қыздармен сол туралы, типа, өзің классың туралы сөйлемейсің, бірақ басқа классың ұлдары туралы жестко сөйлеп кетесің.
типа олар как-то серьезнее қабылданады, мне кажется. Себебі біз отырамыз ғой бір класста ойнап, күліп, андай шуткалар айтып, еркін отырасың. Басқа класспен андай напряженно кішкене, андай таинственный. секреттарың бар десей, оның көрінесің, көрмейсің. Сосын жақын танысқанда білесің, андай точно такой деп. Бәрі бірдей екен ғой деп па. Мен қашан білдім? Мен интернеттен білдім ғой деймін. Мен сол достарыңмен сөйлесесің. Мен еще көп уақыт андай балалық шағымнан шыға алмай жүрмін да. Сосын қыздар удармен не істеп жатқан кезде мен бүйтіп отырасың ғой. Қарап түсінбейсің да, не болып жатыр деген қызық, бірақ не қызық екенін түсінбейсің. Просто андай сыбырлап, бір валестеп, типа, мына қыз мынаумен жүреді деген сияқты бар ғой. Мынаумен жүреді, мынау ол деген по-любому анау ғашық деген сияқты сондай сөздер пайда бола бастайды да. Бірақ ата-ана оны түсінбейді мысалға. Типа ата-анаға әрқашан бала сияқты қарайды да, типа балаларына, типа, ой, қайдағы махаббат деген сияқты. Кішкентайсың. Иә, несің деген сияқты. Бірақ бір кезде, бір определенный уақыт өтеді да. И одан кейін, мысалға, удада 18-ден кейін, уже 16, типа, уже жігіт сияқты түрі бастай бастайды ғой, типа, жігітке ұқсай бастаған сайын, одан сұрай береді да. Қызым бар ма? Қашан келесің деп. Қашан келін әкелесің? Үйленесің, қашан үйленесің деп. Бірақ қыздарға айтады постоянно, типа, үйленбе, бірінші оқуыңды оқып ал деп. Бірақ бізде ондай особо қатты жоқ. Білмеймін, бізде бар, бірақ бүйтіп, әйтеуір бір 20-дан асқаннан кейін уже жігітің бар ма, бізбен не істейсің ба, тез-тез үйден кетпе деген сияқты андай историялар болды ғой, отбасы тамаққа не істеген кезде, ас берген кезде, істеген кезде сол кетеді ғой по-любому. Бізден сұрамайды, мама айтады, типа, біреумен араласып ба, гүл көргенде. Ана көреді ғой, типа, мен гүлмен кірем үйге. Кім берді деп. Анау шоколад кім берді деп. Сосын сұрайды, сосын айтып бересің, мынау деп. Сосын айтамын, мынау жігіт жақсы. Совет береді. Сосын уже кішкене опытный боласың. Сондай жағдайларда. Бірақ иногда кейбір әңгімелерде анамен сөйлесу қиын. Мысалға, кейбір соған менің анам әлі не істемейді. Кейбір темаларға біз келе алмаймыз. Қандай? Типа, мысалға, тампон туралы. Маған ыңғайлы, мысалға. Мен андай таңатпен тұрасың ғой, астыңда су жек көремін ғой, қайта нені жууға. Ал тампонмен вообще ондай проблема жоқ та. Бірақ оның да нелері көп. Минустары көп. Зиянды болуы мүмкін деген сияқты. Негізде осы прокладкалар туралы өте көп проблема бар. Типа, көп прокладкалар адамның денесі қыздарға зиянды. Даже просто тряпканы қолданудың өзі зиян болуы мүмкін. Ал оның әртүрлі түрлері бар деген сияқты көп естіген. Китайский емес, андай кувшиндар сияқты бар. Чашечкалар бар, басқа түрлері бар. Біреуі туалетке отырған кезде өзі бүкіл нені қан шығармайды. Біз оған мысалға, шынымен де үйленбегенбіз. Бізге тек советский или прокладка, или тряпка примерно. Білмеймін. Мен тампонмен қолданбаймын, ыңғайсыз сияқты. Ыңғайсыз дегенде, көбіне кейбіреуіне денесінің несі формасы келмейді просто. Типа тәніне келмейді деген сияқты. Ал кейбіреулері ойлайды, типа девственность кетіп қалады деген сияқты. Типа болмайды деген сияқты. Кейбіреулері айтады, типа үйленгеннен кейін қолданамын деген сияқты. Сол айтқан бір қыз жұмыста. Қолданбадым. Айтқан, типа бұл ұят деп, не үшін нетесіңдер, лучше после свадьбы дегендей. Сондай әңгіме көп өтеуір. Қорқытап, постоянно бізді қорқытады. Осы тема туралы. Сен ақылды болып жүр, жігіттермен қатты жақын араласпа дегендей. Өзіңді ұста, гордость сенде бар ғой деп сондай. Андай, менің ойымша ол неден ғой, типа, анаумен жүрді, мынаумен жүрді деген сияқты қыздарға тиеседі ғой, типа, сен тым көп жігітпен сөйлесесің деген сияқты сондайлар болады ғой. Ол басқа тема үшін. Ол уже кәдімгідей ұяттың тағы бір несі шығар. Ол білмеймін.
бір детстводан келетін нәрсе ғой. Ондай қыздар травма, возможно, әкеден или сол шығар. Енді жайдан жай араласпайды ғой олармен. Бірақ араласса да не болады? Типа, араласпады. Типа, сен оны білесің ғой, любой адам біреумен араласады. Біреумен үйлену үшін сен кәдімгідей көп уақыт араласуың керек, онымен сөйлесуің керек, кім екенін білуің керек. Үйленген кезде сен андай болмайды да, жалко, болмайды андай. Кімге үйленетінін төбесін, типа, галочка тұрмайды да, типа, осыған үйленуге болады деген сияқты. Онымен танысу керек, сөйлесу керек, бәрі бір жағынан жақсы болмай, өзінің характерларымен келмей қалуың керек. Соңғы бәрі түсінеді, что бәрі бірімен сөйлеседі. Жоқ, енді қыздар болады ғой, біреумен жүреді, сосын тастайды, екіншімен жүреді, сосын тастайды. Сондай. Онда мүмкін тұрамын. Так жүруге енді болады ғой. Просто көп партнер болғанда тоже не очень. Андай. Ол да тұрамын. Бүкіл психологқа бару керек. Бірақ бір жағынан өзінің, как будто бы, өз жүрлі ғой, жүре берсін деген сияқты да. Бәрібір ма сонда? Мен үшін білмеймін. Жүрсін деген сияқты. Типа, мен де травмам көп, әрбіреудің травмасына копаться етіп отырсақ, бұл жақта шықпармыз енді. Дорогой дневник дейді. Грустная история ғой. Ударды сөйтеді ғой, типа, не істеген кезде. Кейбіреулері андай серьезно қабылдамайды да. Қыздар ма? Типа айтады, мына қыздармен жүруге болады, а мына қызға үйленуге болады деген сияқты. Осылай бөледі ғой қыздарды, Типа, как будто бы мына қыз саған дейтін сияқты да, сен оған прям қарайтын сияқты десең. Сен оған келіп тұрғандай өзің не болып тұрған. Сосын бірақ жақсы қызға үйленіп, сосын изменаға барады ғой. Бәрібір 1 жыл болсын, 5 жыл болсын, хотя бы 15 жыл некеде тұрады. Бірақ бәрібір сосын изменаға барады. Ол да негізінде жыныстық тәрбиені үйреткен кезде бәрінде емес, бірақ кейбір жерлерде сөйтіп үйретеді. Типа, адамдардың қарым-қатынасы туралы да үйретеді да. Айтады, типа, міне қызбен сен жоқ дей аласың деген сияқты. Сен андай абьюзивный отношенияның қандай екенін түсіндіреді, андай. Бұл да маңызды ғой. Типа, кейбір адамдар түсінбейді, что, например, сен адамға жоқ десең, ол тоқтау керек деген сияқты да. Бізде андай кішкене наплевательский отношение болады ғой, адам жоқ деді ма, жоқ демеді ма, андай. Особенно үлкен кісілерден жастарға болады ғой. Иногда кетіп қалады, типа, сен өзің жұмысың бар деген сияқты, сабағың бар деген. Маған бәрібір, маған осы күні мынаны апарып берші, мынаны жасап берші, мынаны әкеп берші, мынаны қатысшы деп па, солай болады. Сөйтіп кетеді. Бұл да жыныстық тәрбиеге үйреткен кезде үйретуге болатын нәрсе. Балаларға сенің личный границаң бар деген сияқты. Солай кейбір балалар соны білмей, өзіңді ұстай алмайды, жоқ дей алмайды сол кездерде. Сен кішкентай кезіңде жыныстық тәрбиең интернеттен алдың, неден алдың, сол кезде қандай кемшіліктерін көрдің? Кемшілік? Қандай? Мен ең бірінші әсер, ойым, бұл не үшін? Сен неге сейсуатсың деп па? Сосын достарымен сөйлесем, құрбылар болады ғой, сосын сөйлесеміз. Сосын менде достар болған, мен үлкен. Солар маған бәрін айтып берген, что и как дегендей. Сосын мен ойладым, енді түсіндім, ол енді не үшін деп, енді білдім. Ол енді қатты жаман емес, ол ұят емес дегенді түсіндім. Сосын как-то расслабленно воспринимать еттім. Сен сонда достарыңмен сөйлескен кезде қандай приколдар болды? Типа, не туралы айтты? Маған қызық, себебі маған үлкен достарым болған жоқ. Қалай айтышы? Олар приколдар ема именно? Шуткалар ма? Шуткалар емес. Не туралы айтты деген сияқты, да? Больше всего защита туралы айтты. Енді соны қолдану керек деп саған қолданбасаң жаман болады. Аяғын ауыр болып қалады, немесе там ВИЧ то же самое.
Ор месяц естіген келіп десе. Иә. Сосын не туралы айтқан? Өз опытында айтқан больше. Осылай істеме деп қатты ұлдармен аралас ұлдармен, иә. Бірақ қатты көңіл бөлме. Солай айтқан. Горячо холодно. Американский горки отыр. Абьюз. Сондай мәселе. Да. Ну, ондай негізінде шын мәнінде айтады, типа, жігіттер өздеріне слишком көп ойлап кетеді деп айтады да. Типа, қыздарға айтады ғой, типа, онымен сөйлескен кезде слишком көп көңіл бөлсең, ол сен туралы жаман ойлайды деген сияқты. Ондай көп айтады, типа, андай қыздарға қосып жүреді деген сияқты. Бірақ айтпайды қандай қыздарға, андай қыздар деп айтады. Иә. Просто олар бір-бірімен ашық сөйлеспейді, сол үшін андай пропасть болады. Менің ойымша, как-то ашық сөйлессе, ешқандай проблемалар болмайды. Иә, бірақ көбі ұялады ғой. Бізде де типа менталитет бар ғой кішкене. Әйел мен еркек адам бүйтіп кәдімгідей не болмау керек, граница болу керек деген сияқты да сөйлеудің типа. Иә. Бірақ ол екеуі жүреді ғой, например, 1 жыл жүреді, 2 жыл жүреді, бірақ ашық все равно сөйлесе алмайды. Ол бір түрлі. Қиын ғой одан кейін неге тұрмыс құрайын деп жатса мысалға, одан кейін сендерде мысалға үй болған кезде, проблемалар болған кезде не істейсіңдер, типа бір-бірлеріңе қарап отырасыңдар ма? Намек тастап іздейді. Ол да бір түрлі. Ол да тәрбиенің несі ғой. Ата-ана бәрін үйрету керек қой. Ата-ана үйретпесе, кішкентай кезінде ол келмейді саған. Бізде мысалға ата-ана көп үйретпейді. Типа ата-аналарда тоже өздерінің миында бір бәле болады, әйтеуір. Өздерінің бір ұят бір бәле болады деген сияқты ойлар көп та. И содан кейбір кезде ұмытып кетеді балаларына айтуға. Болады ғой андай фильмдерде болады ғой көбінесе андай үйленейін деп жатқан кезде баланы сен білесің ба? Қыздармен қалай қарым-қатынаста болу керек деген сияқты. Бастайды ғой потом. Сондай кезде ғана естен. Финиші ой десе. Иә. Уже финиш қой анау, бәрін біліп, көріп тастаған. Бәріне барып, бәрін көріп. Может быть. Иә. А иногда может и не быть. Ну, типа, болады ғой, кейбіреулері үйленгеннен кейін ғана не істейміз деген сияқты, жатамыз деген сияқты. Сондай білмеймін. Иә. Өздері біледі ғой. Кейбіреулер дінге қарап қатты араласпайды. 3 рет көрсіп, анау ислам дініне 3 рет көрсіп, сосын үйленіп, сосын бірге тұрады, сосын басталады олардың. Бірақ қазір ол кішкене оңай сияқты, 3 рет көріскенде, типа, шын өмірде 3 рет көрсіп, қалған бүкіл күнді телефонмен шешіп olsa болады, звондап, не істеп. Солай оңайырақ қой. Я бірақ бәрібір шын өмірде басқаша болады ғой. Ойлаған кезде біз сообщение жазған кезде біз ойланып жазамыз да, не жазып отырғанымызды көбінесе. А былай ойланбайсың ғой. Сөйлеген кезде айта бересің, потом такой, блин, не айтып қойдым деп отырасың. Надо было по-другому ответить, солай болады ғой. Андай ұйықтап жатқан кезде ғой. Блин, мен деген былай айту керек еді ананы. Идеальный идея бар ғой. Иә. Только түнде келеді бірақ. Бәрін біткен кезде. Или тамақ ішкенде, бірақ блин, неге олай деп. Иә. Бірақ андай телефонда ондай проблема жоқ. Андай прикол бар ғой. Бір комиктан естігем, типа сообщениемен жазып жатқан кезде, адаммен сотқан кезде, оны заблокировать да. Типа ол жазамайды да, саған заблокировать етесің ғой. Потом есіңе түскен кезде ашасың да, жазасың да, қайтадан заблокировать етіп тастайсың. Сондай приколдар бар. Абьюз ғой уже. Но он закрытый. Зато как комфортно. Герой сияқты шығасың ситуациядан. Сосын үйіне келеді ғой, сен неге мынаны жаздың деп. Иә. Бірақ сен неге андай интернетте анонимно ұстатындар болады ғой, соларда ондай проблема жоқ. Андай мен тролльдарды айтып отырмын, знаешь, которые чисто анонимный нелермен адамдарды жамандағысы келеді ғой. Сөйтіп жазады ғой, типа хейтерлар деп айтады ғой кейде. Сол туралы солар көбінесе өздеріне не алады да. Олар неосознанно өздерінің анонимностін сезінеді. Андай болады ғой. Класста отырасың, қандай 8-ші сынып, 9-ші сынып, сен только узнаешь,
жыныстық қатынас туралы, сен достарың только узнают, ұлдар только узнают. И сосын интерес оларда появляется, иә. Сосын андай шуткалар болады ғой, юбка көтеру, андай лифчикті расстегнуть етіп сабақта прям. Бізде сондай болды. Шын айтайын, жаман. Келісем полностью. Бізде ұлдар қыздардың киініп атады ғой, сондай резко есікті ашады, басқа ұлды тығып жібереді, раздевалка. Туалетке кіріп жібереді ғой. Ужас. Оларға жестко смешно. Олар типа, не, олар қызық, сол үшін солай істейді. Өздері қызық болып жүр, бірақ особо ештеңе жоқ. Негізі қыздардың раздевалкасында. Шын мәнінде ештеңе жоқ. 8 класста не бар? 8 класста. Қыздардың өзінде емес, раздевалканың өзінде ештеңе жоқ қой. Кіресің раздевалкаға, там максимум стульчик тұрады. Типа ең күшті менің мектебімде американский шкафчиктар болатын. Оның өзі сынып қалған жартысы. Сондай болатын. Ал қыздар, бірақ қыздар ұялады. Кәдімгідей қыздар шыңғара бастайды. Соған типа әсер етеді де оларға. Енді личный граница бар ғой. По идее. Ол дұрыс емес, ол мұғалім дұрыс, типа болмау керек. Ұлдар еще қыздардың көттерінен ұрады, кеуделеріне тиіседі, болады кейбір кәдімгідей бастары кеткен. Тартады ғой, еще шаштан. Иә. Ол негізінде бір қыз бар, ақылды әйел, Кореяда тұрады, и өзінің кітабында ол сол теманы көтерген, агрессия туралы. Осындай, типа, бала кезінен басқа қарама-қарсы полға, жынысқа агрессия, типа, айтады ғой, типа, қыздың шашынан татса, оны ұлды мақтайды. Типа, ол саған махаббатын көрсетіп жатыр деп қызға айтады. Айта салады ғой, солай алдап. Негізінде болмайды ғой. Типа, өйтіп не істеуге. Айту керек қой, сен кішкене оған айтып көр, маған ұнамайды деп, кішкене терпимі болма деп. Иә, бірақ бізде сөйтіп бүкіл буллингқа айтады. Типа, бала маған тиісіп жатыр десе, ой, не істей сал? Типа, шыдай сал, қоя салады, типа, сен оған ответ бермесе дейді. Сосын сол болашаққа жаман әсер етеді ғой. Айтады, сен шыда дейді. Сосын өскенде шыдай береді ғой. Например, күйеуімен тұрады, сосын күйеуі қол көтереді. Сосын кетпейді ол күйеуінен. Дальше тұра береді. Балам бар ғой, уже тұрып жатыр қой, анау ят болады деп ажыраспайды. Осындай кезде, мысалға айтады ғой, потом, мысалға, күйеуінен кетсе, неге кеттің дейді да, ал кетпесе, неге кетпедің дейді да, ал кетсең, сен неге ертерек кетпедің. Осуждение всегда бар, иә. Сосын айтады ғой, осындай разделение бар тоже. Әйелдерде, типа, әйелдер, они же разводятся, еркек пен әйел, әйелге разведенка дейді. Еркектерге холостяк дейді, молодец, сен енді свободныйсың дейді. Разведенка с прицепом дейді. Это вообще демарон жылым ұстайды бар ғой, осындай бір әйел бар, қатты нақылды тиктоктағы айтады, типа, мен күйеуіммен ажырасқысы келген, мен соған балаларын тастап кеттім. Иә, мен көрдім тоже сол историяны. Бірақ мықты ғой, бірақ дұрыс қой, сол күйеуде әйел болса, любовницасы болса, уже готовый мамасы, сонда ажырасқан әйел жаңа жұмысын табады, үйін табады, өз болашақ махаббатын іздейді ғой. Бірақ бұл жақтан көп айтады, типа, сен неге балаң туралы ойламадың деген сияқты айтады да. Типа, қалай күйеуіңе тастап кеттің деген сияқты да. Күйеуі не болса, күйеуіне вообще претензия жоқ. Типа, ол там басқа бір әйелге кетіп қалды. Бара ерсін деп. Ол енді немене ұстайсың деген сияқты айтады да. Күйеуі де ата-ана екен түсінбейді. Бізде көбі, типа, ол да ата-ана, оның да ответственности бар деген сияқты. Оған претензия айтпайды. Қызға тастап кеттің, ол сенің балаң деген. Көбінесе айтады ғой, типа, ата-ана, балаң сенікі деген сияқты бар ғой, әйелдікі деген сияқты. Басқа бір балаң күшті бір бәлеге жетіп жатса, ол әкесінің баласы, бірақ просто бала болса, ол мамасының баласы деген сияқты. Бұл да дұрыс емес негізінде. Бірақ шын мәнінде әйел адамды мақтауға болады. Себебі көп ауыр жұмыс қой ана болуға. Баланы бүйтіп өзің үшін шешім қабылдай алу,
типа жақсы. Бірақ ол шын мәнінде айтады да кейбіреулер типа баласының кетіп қалды тастап кет. Жоқ, әкесі қалай істейтін еді, тура сондай істеп жатыр ғой. Типа баласына келіп аптасына бір рет әкесі келіп жүрсе, оған айтады ғой, типа сен балаңды тастап кеттің, сен типа балаң туралы ойламайсың деген сияқты. Ол да жұмысқа тұрады, ақшасын беріп тұрады, бір рет аптасына көріп тұрады баласын. Сонда санамау керек. Бірақ еркек кеткенде алимент төлемеуі мүмкін ғой. Қашып кетеді, просто қашып кетеді, болды. Как будто менде бала болған жоқ, как будто мен үйленбедім деп солай жүре береді. Сосын жаңа отбасы құрып, уже жаңа өмір құрайды өзіне. Ол жаман ғой. Өз балаңды бірінші отбасыдан ұмытады. Сосын сол балада травма болады. Болашақта. Неге мен ата-анам жақсы көрмейді, неге мен әкемді жақсы көрмейді, неге мені тастап кетті деген травмалар болады сосын. Ол үлкен күнә сияқты мен үшін. Типа балаңды тастап кету, ұмытып кету. Сен ол баланы өмірге әкелдің ғой. Типа ұмыту деген қалай сонда деген сияқты. Ответственность қой. Ответственность. Алимент туралы көбінесе біз вообще неге қалды атқандай мужское женское. Алимент туралы не ғой атқандай алимент туралы айтқан кезде көбінесе ер адамдар өздерін кәдімгідей кеуделерінен ұрып я плачу тебе алимент, сен неге тағы неге айтып жатсың, маған вообще не жау, сен сөз айтпа маған, мен саған ақша беріп жатырмын, хотя анау например, зарплатасы где-то миллион болса, 50 мың тастай салып болды. Оның ақшасы негізінде баланы негізінде өте қымбат. Балаға бағу, баланы не просто бағу, а оған кәдімгідей тамағын, киімін. Мектепке барады ғой жыл сайын. Соған киім керек, кітаптары керек, дәптері керек, бәрі керек қой. Оның өзі 50 мыңға жетпейді енді. Оның просто мектепке баланы жинау, оның өзі бір 100 мыңнан асады, по-любому. По-любому. Еще ана болады ғой, мектептің гербтары, мектептің формасы отдельный. Нет, сол 20 мың тұрады ғой солар. Мектептерде егер сен балаңа жақсы бергің келсе, жақсы кәдімгідей гимназияда оқысын келсе, оның өзінің киімі бар, оның анаған қатысу керек, мынаған ақша төлеу керек деген сияқты. Ал олар кәдімгідей ойбай, мен алимент төлеп жатырмын. Еще кейбіреулер ойлайды, типа, мен алимент беремін, ол өзіне құртады деген сияқты айтады да, типа, құдайым, сенің бұдан 50 мың теңгеңді қайда құртасың? Маникюрға жетпейді дейді. Соны айтамын ғой. Типа, ол да сенің балаң екенін түсінбейді, ол типа әйеліне бір көмектесіп жатыр деген сияқты түсінеді да. Типа, баласына көмектесіп отқан жоқ, ол баласын жақсы көріп жатқан. Мен кейде бар ғой, кімнің мистер Бисті көрдім ба? Соның бір видеосында, короче, оның өзінің благотворительности бар да. И соның бір видеосында бір ер адам балалар болады, зайча губа деген ауруымен, типа, соған операция жасайды да. Соған көмектеседі. И сонда бір короче, әкесі одиночка баласымен қалып қалған ғой. Сол баласы үшін кәдімгідей көп нәрсе істейді ғой. Көп нәрсе істегенде сол баласы операциядан өту үшін бүкіл очередьті күтіп, қуанып, анда кәдімгідей ондай әкелерді көп көрмеймін шынымен. Бірақ ол норма ғой, солай болу керек. Солай әйел істесе қатты андай внимание бөлмейді. Бірақ еркек істесе, ол мына молодец деп шыға келеді всегда. Обязанный сияқты көреді да. Типа, әйел адам обязан, типа, не істеу керек, соған қарау керек, ол мамасы бір істесе, ол разумеет сөйтіп жасау керек деген сияқты да. Типа, мамасы баласына қарамаса, ол жаман мама деген сияқты сразу. Әкесі баласына қарамаса, ол просто әке. Типа, жұмыс істеп жатыр ғой, шаршап жатыр ғой, мынау сылтау табады. При этом олардың жұмыс істегені кейбіреуінде көбі әйел адамнан аз алады. Типа, жұмыс істегенде олар вообще кәдімгідей вообще изи. Соған запасы мүт қалды. Несі? Не, бірақ болады ғой, еркектер, которые вообще жұмыс істемейді, үйде жатады, әйелінің зарплатасын алып, еще андай, удаман еще болса жаман. Олар өздерін еще ұят емес оларға.
біздің тақырыбымыз ұят емес болған соң да, бірақ осы үшін менің ойымша ұялу керек сияқты. Сен ештеңе істемейсің, буквально типа өзің отбасыңа көмектеспейсің, иә, бір жағынан көмектеспейсің емес, сен көмектескің келмейді. Сол өзіңе ответственность алмағаның үшін ұялуға болатын сияқты. Осындай нәрсеге ұялу керек менің ойымша. Себебі сен өзің бұл баланы дүниеге әкелдің, отбасын құрдың әйеліңмен бірге, бірақ оған қарамастан өзіңнен бір жақсы нәрсе шықпады әйтеуір. Қолыңнан ештеңе келмеді. Өзің как-то ответственность алмайсың, құрдың, бірақ алмайсың ответственность. Ақша табу қиын, иә, ол түсінікті, иә. Бітіп кәдімгідей андай жұмыс істейтін адамдар көп. Біздің қазір экономический кризис деп санауға да болатын сияқты уже бар ғой. Қазақстанда адамдар кәдімгідей 1-2-3 жұмыста жұмыс істейді. Отбасына ақша табу үшін. Әйел адамдар жұмыс істейді, мамасы көп отбасыда, әкесі де, анасы да жұмыс істейтін адамдар бар. Бірақ кейбір отбасыда әкесі, әкелері, типа, аналардың мойнында отырып алады да, типа, советский пространствода өте көп бұндай оқиғалар, әйел адам жұмыс істейді, ал еркек адам жай жатады. Сол үшін кішкентай балалар где-то 14 жастан, 15 жастан жұмыс істей бастайды. Иә, бұл өте қиын. Мен жүрегім ауырады ондай балаларға. Вот мен өзімде, мен қызығып, мен достарым жұмыс істей бастап, официант болып, мен жай қызығып бардым. Анда қызық деп, анау весело деп. Бірақ шынымен ол өте весело. Иә, весело, бірақ қиын. Бұл жұмысқа бәрібір. Кейбіреулері ояқта стрессті жүреді, себебі бұл жұмыс оларға кәдімгідей керек. Оларға маңызды, кейбіреулері отбасын көмектескісі келеді, ата-анасына көмектескісі келеді. Кейбіреулер болашаққа ақша жинайды, типа, мен грантқа түсе алмай қалсам не болады деп уайымдайды да, типа, платныйға түсу үшін хотя бы кішкене ақшам болса деген. Андай әлде общежитияның өзіне төлеу үшін ақша керек, атынан бере алмайды, мен киімге там ақша, намына. Ол бәрібір қалайды ғой балалар, олар жұмыс істей бастайды. Бұны да жыныстық қатынас, жыныстық тәрбие бұған үйретеді. Бұл жыныстық тәрбие негізінде бір қадамы үйрену үшін. Саған қалай айтады? Біз енді ата-аналарды кінәламаймыз. Ол болды, естиміз енді, айтамаймыз ғой енді, өз ата-анаңа қалай айтасың етіп. Бірақ болашақта бұндай оқиғалар, бұндай балалар, бұндай залетпен болған сияқты, типа, например, ВИЧ ауруымен, типа, білмегеннен ауырып қалатын адамдардың азайту үшін бұл туралы көбірек айту керек, что баланы тәрбиелеу қиын. Оны тәрбиелеуіміз, біріншіден тәрбиелеудің өзі емес, біріншіден ақшалай оны полностью қорғау қиын, потом тәрбиелеу қиын, оның бәрін сол үйретуге болатын сияқты, осындай именно осы сабақтарда. Бұны келесің, ол кезде сонда балалар бұған ответственный келеді, түсінеді, типа біледі, бұлай болмайды, бұл қиын болады деген сияқты, түсінік болады да. Ал бізде көбінесе айтады ғой, сен уақытың келе жатыр деген сияқты, часики тикают. Тез деген сияқты қуып кетеді ғой кейбір адамдар. Кетіп десең. Иә, ол да болмайды. Мысалы, жыныстық тәрбие үйретеді, қыздар мен ұлдарды бүйтіп бөледі ғой кейде. Қыздар біздікі, қыз басқа біреудің қызы деген сияқты да. Айтады ғой, сен бұл үйде қонақсың, бірақ кетесің деп, төрге отыр деп, всегда айтушы еді маған, төрге отыр, сен осы үйде всегда қонақсың деп. Сосын ойлайсың, бұл мен емес пе деп. Тағы бір себеп неге төрге отырғызады, бір жағынан олар отырғызады, бізде төрге тоже отырғызады, бірақ бізде отырғызады сөзбен, типа, бұл біздің отбасыға жақсы болады. Типа, сен төрде отырсаң, бұл біздің жақсылыққа келеді деген сияқты, сондаймен айтады. Бірақ бір әйелдің сөзін естігем, айтқан, бұл негізінен дұрыс емес. Что біз қызды өзінің отбасынан алып, типа, біздің ол отбасыға емес, күйеуінің отбасына кіреді деген сияқты да. Ондай болмайды, ал олар бір ячейка сияқты бөлек болу керек. Мына отбасыдан күйеу, мына отбасыдан әйел, екеуінің өзінің отбасы болады деген сияқты, түсінік болу керек деген. Андай болады ғой, дәстүрлер,
ана ері болады ғой, андай қаттау. Менің келінім болу керек, бірге тұруымыз қажет. Сосын жүрмейді ғой өз баласын. Мен маған кішкентай, сен андай қарамайсың, киімдерін жумайсың деп, тамағын пісірмейсің деп, сол үшін бірге тұрады. Мой сыночек, ана тиктокта көрдің бе видеоны? Ужас қой, мә. Сол үшін әйелмен, сол отбасы, который үйленген, проблемалар болады, сосын ажырасады бәрібір. Конце концов. Сол жаман. Ажырасқанда бұл инфантильность қой. Бірақ все равно енді терпение болады ғой. Бірақ не вечно ғой все равно. Тұрасың сен енемен, упрекать ете береді, сен мынаны істемейсің, ананы істемейсің. Бірақ сен күйеуің, сен ененен мамасына ештеңе айтпайды. Негізінде күйеуің сен қорғау керек, бірақ қорғамайды. Сол кезде енді білмейсің ғой не істеуге. Енді сосын ойлайсың, мынау вақыт деп ойлайсың сосын. Потом көбі ажырасып кетеді осының кесірінен. Бірақ кейбір барлық енді ондай емес. Типа жақсы енелер бар. Иә, бірақ көбінесе солай ғой. Анда комедиялар болады ғой, қазақша. Вот почему-то осындай енелерді көрсете береді. Оны комедия көрген кезде проблема ретінде көрсетпейді да, бір жағын. Жай андай обыденная, как будто так и должно быть. Иә. Баласы өз мамасын қатты жақсы көрмейді. Өз әжесін қаттырақ жақсы көреді. Түсінбейді ғой енді. Кім оған жақын, кім оған қамқор болып соған тартылады ғой. Мысалға тағы бір қызық нәрсе айтады, типа ер адамдарға типа беременный болған кезде әйеліне көмектеспей жанында болмау керек деген сияқты болады ғой. Бірақ психологтар айтады, бұл дұрыс емес. Ер адам өзінің әйелі екіқабат болған кезінде әрқашанда оған көмектесіп, оған вкладываться должен. Бұл енді факт қой. Иә, сол кезде ол баланың өзінде екенін түсінеді. Мысалға бала әйелдің ішінде ғой, олардың ішінде емес қой. Жалко, но олардың ішінде емес. Типа, я вот отказалась, честно сказать, потому что там столько андай көп проблемалар болады. Тіс, шаш, ана, мынау. Иә. Еще айтады ғой, типа сенде қыз туса, сен сұлуына кетеді деп. Короче, осындай проблемалар негізінде көп. Типа, біздің менталитетте, бұны тағы бір выпускта мүмкін қозғаймыз. Жыныстық тәрбие не үшін сенің ойыңша маңызды мектептерде берген? Мектепте? Көбінесе балалар оларға қызық болады. Сосын ойлайды, мынау не үшін керек деп. Қазір ойын жинауын. Сонда жасөспірімдер осы ақпаратты білгенде осторожнее болады. Бір-бірімен араласқанда больше анандай шуткалар болмайды, андай керек емес, артық шуткалар болмайды. Және андай болады ғой, артық сөйлеп кетесің, сосын қыз сенен араласпайды, ол сенен араласпайды. Сол кездерде сен жыныстық тәрбиені көресің, білесің, после этого сен андай осторожнее боласың. Сол жыныстық тәрбие, мен ойымша, мектепте болу керек, себебі біздің балалардың қауіпсіздігіне керек. Бүгін келгеніңе рахмет. Негізінде, себебі адам табу өте қиын болды. Біз төртеу болуымыз керек еді, бірақ біз азай кеттік. Бұл тема өте маңызды. Болашақта тағы келесің деп ойлаймыз. Рахмет саған, Айгерім. Рахмет шақырғанына. Жақсы. Бұмен подкаст аяқталды. Бәріне сау болыңдар.